Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын тюльпан самсасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ұнымызды алып, үстіне жұмсақ сары майымызды салып, қолымызбен араластырып, үгілмелі ұнтақ жасап аламыз. Міне дайын болды. Ендігі кезекте ортасын ашып, бір жұмыртқаны және бір шай қасық тұзымызды салып, араластырып, үстіне 20% қаймағымызды салып, жақсылап араластырып, қолымызбен бір телкі жұмсақ қамыр илейміз. Мен барлық ингредиенттердің құрамын осы видеоның астындағы описание бөліміне жазып кетемін. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осы дайын қамырымызды қаптап, холодильникке 15-20 минутқа салып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Менде тартылған ет және ұсақтап туралған пияз, оған қара бұрыш және тұз, сұйық май қосып жақсылап араластырып алдым. Салмасын қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Міне салмасы дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды алып, осылай 2 бөлікке бөліп аламыз. Және бір бөлігін алып, осылай ұсақ бөлшектерге тағы да бөліп аламыз. Осылай бөліп, домалақтап, тарелкаға салып, бетін жауып, бір шетке қойып, шетінен алып отырып жасаймыз. Мен сіздерге біреуін жасап көрсетейін міне. Осылай алып, оқтаумен домалақ етіп, жайып шығамыз жұқа қылып. Осылай жұқа етіп жайып, бір жақ шетін ғана кесіп аламыз. Енді салмасын салып, қамырымызды видеодағыдай айналдырып шығамыз. Осылай айналдырып шығып, орап, және де түбін біріктіреміз. Ең бастысы түбін жақсылап біріктіріңіздер, ажырап кетпес үшін. Міне дайын болды. Тағы бір бөлігін көрсетейін. Осылай алып, оқтаумен бұны да дәл жаңағындай жайып аламыз. Бір жақ шетін кесіп, салмасын салып, осылай орап шығамыз. Түбін біріктіріп аламыз. Жақсылап ажырап кетпес үшін. Міне дайын болды. Шет жағын осылай ашып қойсаңыздар болады. Міне ендігі кезекте бір жұмыртқаны алып, осылай бетіне жағып шығамыз.
осылай жағып, ендігі кезекте бетіне кунжут сеуіп шықты. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут көлемінде беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне менде пісіп шықты, өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, ас болсын.